Қазақстан мен Корея ынтымақтастықты тың қарқынмен жалғастырмақ. Бүгін Қасым-Жомарт Тоқаев ресми Сеулге мемлекеттік сапарын аяқтады. Қазақстан президенті бұл сапарға ерекше мән беретінін айтқан. Бұл түсінікті де Азия жолбарысы атанған жоғары технологиялар елімен серіктестікке кез келген ел мүдделі. Корея экономикасын ғажайыпқа айналдырған алпауыт корпорациялардың жетекшілерімен өткен дөңгелек үстелде құны 1,7 миллиард ақш доллары болатын 34 құжатқа қол қойылды. Байланыс бекемдей түспек. Енді Кореяның Пусан қаласында Қазақстанның бас консулдығы ашылатын болды. Бұл сапардың рухани салмағы да аз болған жоқ. Біздің тарап Корей халқының батырының сүйегін еліне қайтарса, Сеулде Абайдың ескерткіші ашылды. Гүлжан Марқабаева жалғастырады. Мемлекеттік сапар дипломатиялық қарым-қатынастың ең жоғары нүктесі. Қасым-Жомарт Тоқаев Шығыс Азиядағы алғашқы мемлекеттік сапарын ресми Сеулден бастады. Бүгін Корея Республикасының президенті Мун Чжэ Ин ұзақ үзілістен соң өзінің резиденциясында мәртебелі мейманын қазақстандық әріптесін қарсы алып жатыр. Көк шатырлы сарай президент резиденциясы. Корей басшысы Мун Чжэ Ин әріптесін әрі құрдасы Қасым-Жомарт Тоқаевты зор құрметпен қарсы алды. Екі президент 2 жыл бұрын кездескен Нұр-Сұлтанда. Айтатын, талқылайтын тақырыптар бар. Мемлекеттік сапармен келу Корей тарапының ұсынысы болатын. Әр ұлттың өз тарихы бар, және оны құрметтеу ләзім. Қасым-Жомарт Тоқаевтың бұл сапарын Корей халқы үлкен ыждахаттықпен күткен. Себебі осы сапарда қазақстандық тарап Корей халқының батыры Хон Бом Доның сүйегін туған жеріне табыстады. Тағдыры қилы қаһарман өз халқының азаттығы үшін күресті, жапон отаршылдарынан елін азат ету үшін барын салды. Қазақтың жеріне қуғындалып, Қызылорданың топырағына жерленді. Енді батырдың рухы туған жерінде байыз табады. 크즐로르다주 홍범도 장군 묘역의 흙으로 검역 방침에 따라 소독구 반입되었습니다. Мұндай іс-шаралардың тарихи мән маңызы айрықша. Қазақтарда, корейлерде тәуелсіздіктің қадір қасиетін жақсы түсінеді. Хон Бомдо Кореяның азаттығы үшін күрескен бірге тұлға, нағыз батыр, шынайы отан сүйгіш. Генерал тағдырдың жазуымен өмірінің соңғы жылдарын қазақ жерінде өткізді. Содан бері қанша жыл өтсе де, ата жұртында батырдың ерлігі ұмытылған жоқ. Оны біздің халқымыз да жақсы біледі. Қызылорда қаласында Хон Бомдоның құрметіне мемориал тұрғызылған. Екелдің арасы алшақ болғанмен тағдырлас халықтар. Кезінде Қазақстанға жер аударылған корейлердің ұрпағы бүгінде 100 мыңнан асады. Олар Қазақстанды отаным деп санайды. Президент бүгін олар тамырынан ажырамай, тілі мен дінін сақтап қалуға Қазақстанда барлық жағдайдың жасалатынын жеткізді. Корей халқының Қазақстан халқына деген ықылас пейілі ерекше. Біз үшін Қазақстан Еуразия құрлығының орталығы болып саналады. Біздің халықтарымыздың тарихи байланысы сонау Ұлы жібек жолынан тартып, кейінгі этникалық корейлерді Қазақстанға жер аударумен жалғасты. Біз қиыр шығыстан жер аударылып барған корейлерді өзінің ыстық құшағын жайып қарсы алған қазақ халқының кең пейілдігін ешқашан ұмытпаймыз. Алғысымыз шексіз. Сосын келіссөздер қос тарап үстел басына жайғасты да қарым-қатынастың барлық қалтарасын талқылады. Қос мемлекет бір-бірінен географиялық жағынан алшақ жатса да, алыс-бері жаман емес. Таңғы шық елі Азиядағы сауда серіктестеріміздің ішінде 2-ші орында тұр. Бұған қоса Корея Қазақстанға инвестиция салудан именбейтін елдердің бірі. На сегодняшний день в казахстанскую экономику вложено более 6 миллиардов. Бүгінгі таңда Қазақстанның экономикасына 6 миллиард доллардан астам корейлік инвестиция тартылған. Инвестиция тарту ісін бұдан былай да жалғастыра беру керек деп ойлаймын. Мен осыдан 2 жыл бұрын өзара байланыстарымызды арттыру үшін ауқымды жоба құру керек екенін сізге айтқанмын. Қазір Қазақстанда кореялықтар қаржы салған 550 компания жұмыс істеп жатыр. Олардың арасында Samsung, Hyundai, Lotte, POSCO және тағы басқалары бар. Өте жақсы институционалды база қалыптасқан. Үкіметаралық комиссия мен іскерлік кеңес жұмыс істеп жатыр.
Қазақстан Корея Республикасының орталық Азиядағы ең алғашқы сауда және инвестициялық әріптесі. Елдеріміз арасындағы дипломатиялық байланыстар орнаған 30 жыл ішінде біздің қатынасымыз тек қана достық пен ынтымақтастыққа негізделді. Тіпті пандемия кезінде де біз барлық деңгейде сырттай байланыс орнатып отырдық. Қазақстан Кореяның жаңа солтүстік саясат мемлекеттік стратегиясында аса маңызды әріптес. Біздің өзара ынтымақтастығымыздың әлеуеті бұнымен де бітпейді деп есептеймін. Қос тарап келіссөздер қорытындысы бойынша бірқатар екі жақты құжаттарға қол қойды. Олардың арасында су ресурстарын басқару, мұрағат ісі саласындағы өзара түсіністік туралы меморандумдар бар. Келіссөздердің қорытындысы бойынша Қазақстан мен Корея самал жел бағдарламасын жандандыруға уағдаласты. Осы арқылы Қазақстанға жаңа инвестиция мен жоғары технологиялар келеді. Сондай-ақ екі жақты ықпалдастыққа тың серпін беру үшін Пусанда Қазақстанның бас консулдығы ашылмақ. Қазақстанда инновациялық өндірістерге деген сұраныс жоғары. Әсіресе коммуникация, ауыл шаруашылығы, медицина және фармацевтика жобаларына баса мән береміз. Кореяның тәжірибесі мол, әлеуеті де зор. Осыған орай бүгін екі елдің компаниялары бірқатар келісім шартқа қол қоятын болды. Қазақстанда әлде толық игерілмеген салалар көп. Сондықтан қазақ жеріне келуге ынталы Корей компаниялары мен кәсіпкерлеріне жан-жақты қолдау көрсетуге дайынбыз. Сеул қаласының өмірін хан деп аталатын мына өзен қаққа бөліп тұр. Тура біздің ерке есіл секілді. Жергілікті халық үшін бұл өзеннің маңызы өте зор. Тіпті тұтас оңтүстік Корея елінің экономикалық табысы хан өзеніндегі ғажайып деген ортақ атауға ие болыпты. Бүгін сол Корея ғажайыбының қатысушылары мен қазақстандық кәсіпкерлер бір үстел басына жиналды. Бүгінгі келісімшарт арамыздағы қарым-қатынасты жаңа деңгейге жеткізеді. Келісімшарт бойынша біз тек қана Hyundai акцентті жаңағы шанақты дәнекерлеу және бояу жұмыстарын ғана емес, Hyundai Tucson екінші модельді шанақты дәнекерлеу және бояу тәсілімен шығаруды емденеміз деп отырмыз. Біз өз өндірісімізде никельді қолданамыз. Біз бүгін қазақстандық компаниямен экспорт аясында никельді және басқа да пайдалы қазбаларды тасымалдау жөніндегі келісімге келдік. Серіктестіктің әлеуеті зор. Эпид ахуал тұрақтанған тұста ортақ жобалар одан сайын көбейе түседі деп ойлаймын. Қазақстан мен Корея автомобиль жасау, тұрғын үй құрылысы, металлургия және ауыл шаруашылығы сияқты салаларда жалпы құны $1,5 миллиард асатын 16 инвестициялық жобаны іске асырмақ. Қасым-Жомарт Тоқаев корейлік кәсіпкерлерді Қазақстанда 5G жобаларын жүзеге асыруға Қазақстанның жер қойнауын бірлесіп игеруге шақырды. Мы заинтересованы в проектах по созданию совместных производств. Біз компьютерлік техника, желілік жабдықтар, деректерді өңдеу орталықтары бойынша бірлескен өндірістік жобалар ашуға мүдделіміз. Қазақстан 5G желісін өрістету бағытында жұмыс істеп жатыр. Ірі қалаларда алғашқы сынақтар өткізілді. Корея компанияларын елімізде 5G жобаларын іске асыру үдерісіне қатысуға шақырамын. Сапар аясында Қазақ-Корей достығын нығайта түсетін тағы бір маңызды шара өтті. Сеулдегі жетекші университетте қазақтың ұлы ақыны Абайдың ескерткіші ашылды. Абай ескерткіші екі ел мүсіншілерінің ортақ еңбегі. Ескерткіштің жобасы Қазақстанда дайындалып, тұтас мүсіні Корея жерінде қоладан құйылып жасалды. Қазақтың бас ақыны Абайды насихаттау Кореяда да кемшін түсіп жатқан жоқ. Абай Құнанбайұлының 175 жылдық аясында оның шығармасы Корей тіліне аударылды. Абайға арналған бюстің білім ордасына қойылуы орынды шешім екені сөзсіз. Оның символдық маңызы айрықша. Ол жұртты ғылым игеруге, білімдар болуға үндеді. Жаңашылдық пен жасампаздықты дәріптеді. Абай мұрасы біздің елімізге ғана емес, барша адамзатқа ортақ құндылық. Өзімнің қарасы, көңілімнің санасы, бітпейді іштегі ғашықтық жарасы. Ақынның сөзі данышпанның өсиеті ортақ. Абайды оқитындар мұнда да аз емес. Олардың бірі Ким Джун Гё, қазақша аты Ильяс, Хангук шетелдер университетінің студенті. Абайдың өсиетін оқиды, әнін шырқайды. Өзі тұратын Сеулде ақынның ескерткішін ашу маңызды оқиға деп санайды. Ол өте маңызды күн болады менің ойымша. Себебі маған Абайдың әні
өте ұнайды, өте жақсы көремін. Сондай-ақ Қазақстан президенті мемлекеттік сапары барысында Сеулдегі отан үшін шейіт болғандар монументіне барып гүл қойды. Боздақтар рухына тағзым етіп 1 минут үнсіздікпен еске алды. Бұдан кейін құрметті қонақтар кітабына қолтаңба қалдырды. Азия жолбарысы жоғары технологиялармен алып корпорациялар елі Оңтүстік Корея жайында айтқан осы теңеулердің қайсы бірімен де оңай келісуге болады. Қасым-Жомарт Тоқаевтың Сеулге сапарының күн тәртібі өте ауқымды болды. Бүгін президент алғашқы кездесуін таңғы 8-де бастаған, кешкі 8-де аяқтады, яғни 12 сағат 10-нан астам іс-шара. Бәрі маңызды, себебі бұл мемлекеттің дәл біз үйренетін тұстары көп екен. Гүлжан Марқабаева, Ержан Қанапияұлы, Бақытбек Нұртаев, Владислав Цой, президент телерадио кешенінің көмегімен қорытынды жаңалықтар Сеулден. Мемлекет басшысы сапары барысында Оңтүстік Кореяның алпауыт компанияларының басшыларымен кездесу өткізді. Мысалы, Samsung Electronics компаниясының президенті Ин Йонг Лимен кездесу барысында тараптар цифрландыру, инновация мен ғылым арқылы технологиялық даму мәселесін талқылады. Қасым-Жомарт Тоқаев компания басшысына Қазақстан ақылды қалалар жүйесін енгізуге мүдделі екенін жеткізді. Ал Dusan Heavy Industries and Construction президенті Йонг Ин Чонгпен кездесу барысында оларды қазақстандық жылу энергия орталықтарын жаңғырту және Қарабатан кешенін кеңейту бойынша ынтымақтастыққа шақырды. Өз кезегінде корейлік компания өкілі баламалы энергия көздері бойынша ортақ жобаларда жұмыс істеуге дайын екенін жеткізді. Я хотел бы отметить успешно реализованный проект. Атырау облысында қуаты 310 мегаватт газ турбиналық электр станциясының құрылысын сәтті жүзеге асқан жоба ретінде атап өткім келеді. Оңтүстік Кореяның жасыл энергетиканы дамытудағы әлемдік көшбасшылардың бірі болуға ұмтылатын сутегі өндірісінің айтарлықтай үлесі бар жоспары туралы жақсы білеміз. Қазіргі уақытта Кореяның 3 қаласын сутегі энергиясына көшіру жоспарына дайындалып жатырсыздар. Бүгінде Қазақстанда да баламалы энергия көздерін дамытуға ерекше көңіл бөлінуде. Біз 2030 жылға қарай баламалы энергияның 30%-на қол жеткізуді жоспарлап отырмыз. Оның 15% жаңартылатын энергия көздері болмақ. Осы мақсатта жуық арада 3-4 гигаватт электр энергиясына жаңартылатын энергия көздерінің жобаларын жүзеге асыруды жоспарлап отырмыз. Сондықтан сіздердің ұсыныстарыңыз біз үшін өте пайдалы болады. Сондай-ақ бүгін Қасым-Жомарт Тоқаев пен Мун Чжэ Ин Корея бизнесінің көшбасшыларымен кездесу өткізді. Жиынға қазақстандық ірі кәсіпорындардың басшылары да қатысты. Жиын барысында сөз сөйлеген Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақ-Корей ынтымақтастығының зор әлеуеті әлі де толық ашылмағанын айтты. Президент біздің елдегі инвестициялық ахуал туралы айта келе Корей тарапын жаңа стратегиялық инвестициялық келісіммен таныстырды. Мемлекет басшысының айтуынша бұл тетік самал жел экономикалық ынтымақтастық тұжырымдамасын жүзеге асыруға да негіз болмақ. Оның айтуынша Қазақстан бүгінде экономиканы цифрландыру және жаңа технологияларға көшіру кезеңінде. Ал бұл ретте Корей кәсіпкерлерінің технологиялық тәжірибесін қолдану таптырмас құрал. Мы заинтересованы в локализации производства оборудования. Біз инвестициялық және технологиялық ынтымақтастықтың барлық бағыты бойынша жұмыс істеуге дайынбыз. Ол үшін қаржылық та, материалдық та мүмкіндіктер мен дамыған инфрақұрылым бар. Ең бастысы, басшылықтың саяси ниеті түзу, мемлекеттеріміздің арасында тату байланыс орнаған. Сондықтан, мен біздің ынтымақтастығымыздың болашағына зор үміт артамын. Қазақстан Республикасының президенті ретінде қол жеткізілген келісімдердің жүзеге асырылуына және жалпы елдеріміздің экономикалық ынтымақтастығын нығайтуға бағытталған барлық іс-қимылдарға мониторинг жүргізіп, жіті бақылап отыратынымды тағы қайталап айтамын. Қазақстан президенті Корея Республикасына жасаған мемлекеттік сапарын Жаһандық жасыл даму институты ассамблеясының төрағасы Біріккен ұлттар ұйымының бұрынғы бас хатшысы Пан Ги Мунмен кездесумен түйіндеді. Тараптар жаһандық климаттың өзгеруі, экономиканы көміртегінен адай ету, жасыл технологияларды енгізу мәселелерін талқылады. Сонымен қатар Қасым-Жомарт Тоқаев пен Пан Ги Мун халықаралық күн тәртібіндегі мәселелер мен заманауи сын-қатерлер туралы пікір алмасты. Пандемияға қарсы күресті күшейтуге және ауған мәселесін реттеудің перспективаларына ерекше назар аударылды.